Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге омыртқаның грыжасын үй жағдайында емдеу әдістерімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Омыртқа аралық дискінің ығысуы мен деформациясы нәтижесінде пайда болатын омыртқаның грыжасы омыртқаның жұмысының нашарлауына және оның қозғалғыштығының төмендеуіне әкеледі. Үйде қарапайым және тиімді рецепттермен грыжаны халықтық емдеу әдістерімен емдеу. Омыртқаның грыжасын халықтық емдеу әдістерімен емдеу жиі қолданылады. Дегенмен, мұндай терапия қатты ауырсынумен немесе отқырлықтың ішінара жоғалуымен байланысты өткір қабыну болмаған жағдайда ғана ұсынылады. Әдетте, дәстүрлі медицина бұл жағдайда босаңсыту процедуралары мен дәрілік және қолмен терапиямен бірге қолданылады. Белдік грыжаны халықтық емдеу әдістерінің құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдардың жеткілікті мөлшерін қамтиды. Баламалы медицинаның тиімділігіне қарамастан, омыртқалы грыжаны емдеудің балама әдістерін маманға барғаннан және кеңескеннен кейін ғана қолдану керек екенін есте ұстаған жөн. Дәрігер диагнозды растап, емдеуді түзетуі керек. Бірінші әдіс. Тұзалмаған жылқы майы омыртқааралық грыжаны емдеудің өте тиімді құралы болып табылады. 200 грамм майды, 2 жұмыртқаның сарысын және 20 мл йодты араластырыңыз. Дәке 2 қабатқа бүктеліп, нәтижесінде алынған масса оған жағылады. Компресс грыжаға мұқият жағылады, таза шүберекпен жабылады, бинтпен бекітіліп, бір күнге қалдырылады. Белгіленген уақыттан кейін ескі компресс алынып тасталады. Ауру аймақ мұқият жуылып және таза теріге жаңасы қолданылады. Мұндай емдеу 10 күн бойы жүргізілуі керек. Екінші әдіс. Камфора майы және сүт. Омыртқаның зақымдалған аймағын камфора майымен сүртіңіз. Үстіне жылы сиыр сүтімен компресс жағыңыз. Сіз бұл жерді жылы орамалмен орап, немесе өзіңізді орап, кем дегенде 2 сағат бойы жылы отыра аласыз. Үшінші әдіс. 300 грамм сарымсақ ет тартқыштан өтіп, 250 мл арақ құйылады. Мықтап жабыңыз және 10 күн тұндырып қойыңыз. Осыдан кейін мақта мата тұнбамен сіңдіріліп және 1-1,5 сағат бойы ауырған жерге жағып полиэтиленмен жабыңыз. Компрессті бинтпен бекітіңіз. Төртінші әдіс. Шыны ыдысқа 10 түйір ащы бұрыш, 100 грамм шайыр, 50 грамм ақылы ала тамыры, 15 туралған жылқы каштаны салынады. Барлығына 500 мл арақ құйып, 50 мл 10% аммиак қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, қараңғы жерде 14 күн бойы бетін жауып қойыңыз. Содан кейін 10 күн бойы күніне 2-3 рет ысқылау үшін қолданылады. Достар, бұл әдістерді қолданбас бұрын міндетті түрде емделуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.